Бүгінгі сабақта сіздерге кокос каталог арқылы қанша ақша табуға болады, сол жайында айтып көрсететін боламын. Енді барлықтарыңызға қызық тақырып осы деп ойлаймын. Өйткені мысалға сіздер қазір осы кокос каталогын алып, осы арқылы жұмыс жасағалы жатсыздар. Енді стоит, не стоит? Бұл жақтан Валберстен ақша таба аламын ба, таба алмаймын ба деген сияқты сұрақтар бар ғой. Сол сұрақтарыңызға сіздерге жауап ретінде осы видеоны түсіріп жатырмын. Енді қазір сіздерге осы кокос каталог арқылы қазір айналысып жатқан новичоктарды көрсететін боламын. Бұл кісілердің бастағанына примерно біреуіне бір апта болған, біреуіне бір ай болған деген сияқты кісілерді көрсететін боламын. Енді жалпы кокос каталогы жұмыс істеген адам үшін барлығы сабақты толығымен көріп, сабақта айтылған нәрсенің барлығын бірге бір орындаған адам үшін закат түсу жағынан вообще проблема жоқ. Енді қараңыздар, бірінші аккаунтымыз бұл кісінің кіргеніне жалпы примерно бір айдай уақыт болды. Бір айдың ішінде бұл кісі қандай результатқа жетіп жатыр. Қараңыздар, бүгінгі заказы, яғни сағат 3-ке дейін 31 закат түскен екен. 31 закат түскен. Бір аптада 2.837.000 теңге оборот жасаған, 481 товар сатқан. Бұл тек қана кокос каталогының товарлары. 2 аптаның ішінде 741 товар сатқан, 4.505.000 оборот жасаған. Жалпы бір айдың ішінде 6 миллион оборот жасап, 1039 товар сатқан. Бұл товарлардың барлығы тек кокос каталог арқылы міне осы айда бастаған адам. Енді бұл жақтан сенімдірек болу үшін міне маркетплейс деген жерге кіріп көрсететін боламын. Қараңыздар, тек қана кокос каталогының товарлары, бұның барлығы міне доставкада 130, архивта 825 товар тұр. Бұл кісі, яғни тек қана кокос каталогының ішіндегі товарлардың барлығын опубликовать деп өзіне салып, товарда қалай топқа шығару керек деген сабақта толығымен көріп, сол жақтағы фишкалардың барлығын бірге бір орындап жатқан адамның продажалары осындай болады. Яғни бір айда 6.036.000 теңге оборот жасайды. Енді средний кокос каталогындағы маржинальность ол 20% пен 50%-тің аралығында. Енді мына жерге примерно есебін жазып кетем, қанша теңге тапты. Енді келесі адам, бұл кісі кіргеніне примерно бір апта болған шығар. Бүгінге заказы жоқ. Бір аптаның ішінде 38 товар жіберген. 2 апта болған екен. 2 аптаның ішінде почти 930.000 теңге. Мынау новичок, прям енді ғана кірген кісі 930.000 теңгеге товар жіберген. Бұл не мақсатында түсіріп жатырмын сіздерге? Жалпы адамдарда ой болады, мысалы кокос каталогына кірдім, ол жақтан закат түсе ма деген сияқты сұрақтарға сіздерге жауап. Кокос каталогына кіріп, жұмысты бастаған адам үшін бұл жақта закат түсу жағынан мүлдем проблема жоқ. Самый главный айтқан нәрселердің барлығын бірге бір орындап отырса болғаны. Енді қараңыздар, тағы да бір аккаунт көрсетейін. Бұл кісінің істеп жатқанында енді біраз уақыт болды, бірақ бұл кісі стабильный оборот жасап жатыр. Қараңыздар, бүгінге заказы 10 закат түскен. Жалпы 7 күнде 1.348.000 теңге оборот жасаған. 2 аптада 3 миллион теңге оборот жасаған. Жалпы бір айда 6 миллион теңге оборот жасап жатқан. Жалпы кокос каталогы арқылы жұмыс істейтін адамдардың средний маржинальності ол кемі айына 1 миллион теңге оборотпен примерно 10 миллион теңге обороттың арасында істеп жатқан адамдар біразы, бір 50% деп айтайыншы, 50% осындай аралықта істеп жатыр. 1 миллион теңге мен 10 миллион теңгенің арасында. Енді бұл кісілердің пайдалары 20% пен среднем 50% аралығында. Енді, яғни кокос каталогына кірді бұл кісілердің жұмысы кокос каталогына кірді, сол жақтағы товарларды опубликовать басып, и сабақта қалай товар топқа шығару керек деген сабақ бар, сол сабақты толығымен көріп шыққан адамдардың заказдары. Енді кокос каталогы арқылы жақсы заказдар түсірдіңіз, ары қарай футболға кірген адамдардың продажасы былай болуға болады. Қараңыздар, бүгінге заказ 1.630.000 теңге. Енді ипінің атын көрсете алмаймын бұл жақта. 7 күнде 24 миллион, 2 аптада 54 миллион, жалпы бір айда 128.161.000 теңге. Жалпы сіздерге бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Жалпы Валберстте ақшаның бар екендігін көрсетіп жатырмын да. Бұл ешқандай да монтаж емес, мен сіздерге қазір обновить етіп көрсете аламын. 128 миллион теңге ол бір айда жасап жатқан обороттар. Так, дәл осылай кокос каталог арқылы жақсы заказдар түсіріп, жақсы ақша тапқыңыз келсе, онда сабақты толығымен көріп, кокос каталогының ішіндегі товарлардың барлығын өзіңіздің аккаунттарыңызға опубликовать етіп салып тастаңыздар. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.